Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бүгін мен Әсем. Бүгін біздің арнамызда жалпы актуальный темалардың бірі қазіргі таңдағы білім берудегі инновациялық технологиялардың рөлін қозғайтын боламыз. Жалпы білім беру жүйесі бұл тек қана сабақ беру емес, қазіргі заман талабына сай дамып жаңарып отыратын тірі процестің бірі болып саналады. Қазіргі мұғалімнің басты мақсаты оқушыға ақпаратты жаттатқызу емес, ойлауға, талдауға және өз ойын еркін ашық жеткізуге тәрбиелеу және үйрету болып саналады. Осы жолда инновациялық технологиялардың рөлі орасан зор болып табылады. Инновационалдық технологиялар дегеніміз жалпы бұл білім берудегі жаңа серпін, шығармашылық пен цифрлық мүмкіндіктердің үйлесімі болып табылады. Бұған біз нені жатқызамыз? Күнделікті жасанды интеллекттер, АКТ технологиялары, қолданып жүрген интерактивті тақталарды, сонымен қатар ең бастысы геймификацияны жатқыза аламыз. Бұндай инновациялық технологиялардың түрі сабақты қызықты әрі өмірді жарқын етіп өткізуге көмектеседі. Бұндай технологиялар арқылы әр оқушы өз қарқынымен дамуға мүмкіндік алады. Біреуі бейне сабақтар арқылы үйренсе, енді бірі ойын арқылы жаңа ақпаратты есіне оңай сақтайды. Инновация мұғалімді де өзгертеді. Ол енді тек ақпарат жеткізуші емес, сонымен қатар баланы шабыттандыратын тұлғаға айналады. Ал сабақ мұғалім мен оқушы арасындағы шығармашылық диалогқа айналатын болады. Қысқасы, қазіргі таңдағы білім берудегі инновациялық технологиялар бұл заманауи мектептің жүрегіне айналды. Олар оқу процесін тек теңдетіп қана қоймай, баланың танымдық және шығармашылық әрі мотивациялық тұрғыдан дамуына ерекше үлес қосады. Уақыт жаңарып жатыр, бұл демек білім де жаңаруы тиіс. Ал инновация бұл болашаққа бастайтын басты көпір болып саналады. Барлықтарыңызға рахмет. Инновациялық технологиялардың басты маңызы туралы дұрыс жеткізе алдым деп ойлаймын. Келесі кездескенше.